Сәлем достар. Бүгін мен 60 сағат туралы сөйлеспекшімін. 60 сағат. Енді кейбіреулер бар, бейнероликтер 100 сағат туралы айтатын. 100 сағатта өздеріңнің жағы қойған мақсаттарыңа. 100 сағат деген не ол? Жылына мысалға 365 күн бар жылында, бір жылда. Сол 365-ке бөлсең, сол кезде жағы 16 минут болады. Ал күніге 16 минуттан сол өз мақсатыңа жету жолында жаттықсаң, соған жетесің деген жағым. Сондай бір қағида сияқты бір сөздер бар да. Сол маған ұнады, соған орай мен де өзіммен 60 сағат туралы шығармақшымын. Ол мысалға мен қытай тілі, ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі бәрінен сабақ бере берем. Сол кезде мынау нақты 60 сағат, мынау оқулық бойынша, бұл жерде 60 сағат 60 сабақ бар. Екеу ұқсас айтылады екен. Сабағымен, сағатымен сөйтіп 60 сабақ бар. 60 сағат уақыт кетіретін. Осы бір класс, 5-ші класс. Негізінен осы өте оңай оқулық. 60 сағаттың ішінде енді бұл аптасына 2 мәрте. Енді ең жақсы 3 сағаттан да, аптасына 3 мәрте. Сөйтіп, анау ішінде каникул бар, анау әйтеуір бір жыл ғой, бір жылда мынау оқулық бойынша қытай тілін оқып білуге болады. Оқуға, жазуға, тілдесуге, соған бәрі түсінуге. Және мынандай тақырыптар бар. Ол мына арт жағында жазулы, сәлемдесу, танысу, отбасы туралы, уақыт, сағат, күнтізбе, менің өмірім, мектеп, жұмыс, содан көліктің түрлері ғой енді, киім, аяқ киім, және түрлі түс, сондайға бөлінеді. Сөйтіп бір жылдың ішінде 0-ден бастап, 0-ден осы қытай тілін оқуға, жазуға, түсінуге, сөйлеуге, үйренуге болады. Міне осы айтпағым.